46 градустың синусын табыңыздар дейді. Шешу. Қараңыздар, мына жерде бізде функция тұр. Бізге алдымен функцияны анықталу керек. Қандай функцияның мәнін табу керектігін. Мына жерде бізде ол синус функциясының мәні. Яғни бізде f от x-ымыз тең синус x-қа болады. Енді аргументінде қарайық. Аргумент бізде 46 градус. 46 градусты басқаша қалай жазуға болады? Ыңғайлы ретінде. 45 цифр. Иә, 45 градус қосу 1. Неге? Өйткені бізде 45 градустың мәні бар ма таблицада? Иә, бар. Иә. Жақсы, енді осыны радианға айналдырайық. 45 градус радианмен нешеге тең? Просто 2 бөлінген 2. Жоқ, радианмен. Пи бөлінген неше? 45 градус дегеніміз. Пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4. Ал 1 градусымыз? Пи бөлінген пи. Пи бөлінген пиіміз, пи бөлінген неше? Дұрыс айтып olsun. 180. Дұрыс, пи бөлінген 180. Яғни 180-ге бөлген кезде 1 градус шығады. Мынау 45 градусымыз. Жақсы. Енді біз бөліп алайық, қайсы екен мына жерде. Так, x 0-іміз неге тең мұнда? Бізге ыңғайлысы. 45. 45. Ал 45 ол радианмен қанша? Пи бөлінген 4. Дұрыс, пи бөлінген 4. Ал дельта x-іміз ше? Ол пи бөлінген 180. Дұрыс, 1 градусымыз, яғни пи бөлінген 180. Пи бөлінген 180. Жақсы. Енді біз мына формуламызды пайдаланайық. Формулада қараңыздар, бізге керек мына туынды. F функциясының туындысын табайық. Так, F функциясының туындысы неге тең? Пи бөлінген 4 қосылған пи бөлінген 180. Және мына f от x бізде қараңыздар синус x-қа тең. Ал f штрих от x неге тең? Косинус x. Жақсы. Формулада қашайық барлығын. Сонда бізде синус 46 градусымыз жоқ мәні. F от x0, яғни мына жердегі функцияның x0 нүктесіндегі мәні. x0-іміз, яғни синус пи бөлінген 4. Қосу f штрих x0, яғни туындының нүктесіндегі мәні. Иә, қалай жазамыз? Косинус пи бөлінген 180. Жоқ, пи бөлінген 4. Иә, дұрыс. Көбейтеміз оны нешеге сосын? Пи бөлінген 180-ге. Дұрыс, пи бөлінген 180-ге көбейтеміз. Жақсы, енді осыны есептейік. 45 градустың синусы неге тең бізде? Түбірасында 2 бөлінген. Дұрыс. Қосылған 45 градустың косинусы. Түбірасында 2 бөлінген. Дұрыс. Көбейтілген пи бөлінген 180. Есеп аяқталды, біз жуық мәнін таптық. Жуық мәні осыған тең. Жауабы синус 46 градус. Жуық мәні түбірасында 2 бөлінген 2 қосылған түбірасында 2 бөлінген 2 көбейтілген пи бөлінген 180-ге. Мына жерде былай істеп жүруге болатын еді. Жақшаның сыртына түбірасында 2 бөлінген 2-ні шығарып жүрсек, жақшаның ішінде қалатын еді былай. 1 қосылған пи бөлінген 180. Негізінде сол жауапты жазғанымыз дұрыс еді. Жақсы. Енді калькулятормен тексеріп қойық. Біздің жауабымыз дұрыс па екен? Жуық мәні. Ол үшін біз алдымен мына өрнектің мәнін есептейік. Қараңыздар. 3/114 пиіміз білесіздер, иә? Пиіміз 3/114. 3/114-ті бөлейік 180-ге. Тең. Оған қосамыз 1-ді. Тең.
жуық шамамен мынау 1-ге тең болып шықты, қараңыздар. Так, 1,07. Так, мен қазір инженерный калькулятор шығарайын. Бізде бар ма еді? Не. Так. Былай жазайық. Так, сақталды ма екен мына жерде бізде памятте? Енді түбірасты 2 бөлінген 2-ні есептейік. 2 түбірастында бөлінген 2. Көбейту. Так. Мен бір нәрсені дұрыс есептемедім ғой, мына жерде. Қалай есептедім? Менде бірдеңе калькуляторда дұрыс шықпай тұр. Так. 3,114-ті бөлеміз 180-ге қосу 1 тең 1,017,444. Так, мына жазып қояйық. 1,017,444. 1,017,4 кете береді екен былай. Жақсы, енді түбірасты 2 бөлінген 2-ні есептейік. Бөлінген 2 тең. Көбейту 1,017,444 былай кете береді екен. Тең. Так, 0,719 екен жуық шамамен мына жерде бізде. 0,719. Енді калькулятормен есептеп көрейік 46 градустың синусын. Қараңыздар. 46 градус синус. Қараңыздар, жуық шамасы дұрыс па екен? Қараңыздар. Иә, дұрыс. Иә, жуық шамасы дұрыс екен. Яғни біз калькулятордың көмегінсіз жуық мәнін есептедік. Бірақ та бұны есепте шығарған кезде оны жазбайсыздар, ол керек жоқ. Біз қалдырамыз тек астыңғы жауабын. Жақсы, келесі мысал өшейік. Келесі есеп. Өрнектің жуық мәнін тап дейді. Шешу. Қараңыздар, түбір астында 36 дейді. Алдымен функцияны табайық. Қандай бізде функция мұнда? Түбір астына. Дұрыс, түбір астына алу функциясы бізде, яғни түбір астына x функциясы. Жақсы, енді бізде мұнда қараңыздар, түбірдің астында тұрған санымыз 36. 36-ны басқаша қалай жазуға болады? 35 тем кешіріңдер, 35. 35-іміз қалай жазамыз басқаша? 7 өте 5. Көбейтіміз именно қосу азайту арқылы жазу керек. Қосу. 34 қосу. Так, 34 бізде түбірдің астына шыға ма? 30 қосу 5. Ал 30 бізде түбірдің астына шыға ма, айтыңыздаршы? Жоқ. Демек, қалай жазылады басқаша? 25 25 ол слишком грубо болып кетеді. Былай істесек қалай? 36 азайту 1 десе бола ма? 36 азайту 1 десе бола ма? Сонда қараңыздар, мынау бізде x-іміз, мынау бізде x0-іміз, мынау бізде дельта x-іміз. Сонда жазып қояйық мына жерге бізде x0-іміз неге тең бізде? 36-ға. Ал дельта x-іміз? Минус 1-ге дұрыс. Жақсы, енді формулаға дайындайық барлық нәрсені. Формулада бізде туынды керек. f' от x. Туындысы неге тең? f от x-тің. 1 бөлінген 2 түбірасында 35. Дұрыс, 1 бөлінген 2 түбірасында x. Енді формулаға барып қойып есептейік. Сонда бізде түбірасында 36-ның 35-тің мәні жуық шамамен тең екен. f от x0 дейді. f от x0, яғни мына жердегі өрнек, мына жердегі функцияда x0 қоямыз. Аргументтің орнына. x0-іміз 36-ға тең. Түбірасында 36. Қосылған. f'x0, яғни туындыға x0 қоямыз. 1 бөлінген 2 түбірасында 36. Көбейтілген дельта x минус 1-ге. Тең. Кәне есептейік.
Сонда бізде қалай болады мында? Түбірасында 36 ол бізде қаншаға тең? 6. 6 қос. Так, мына жерде минус болып кетеді. Мына жерге көшірген кезде минус 1-ді. 6 азайту 1 бөлінген неше болады? 18. 1 12. 12, иә? Жақсы. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Бізде мұнда сонда болады тоқтаушқа 12 береміз. Болады 72 ма? 72 азайту 1. Тексеріп отырыңыздар, мен шатасып кетпейін. Мұнда жай ғана арифметика. Сонда бізде 71 бөлінген 12 екен. Жақсы. Есептеп болдық. Сонда жауабы түбірасында 35 жоқ шамамен тең екен 71 бөлінген 12-ге тең екен. Жақсы, енді калькуляторын тексеріп көрейік, арасында солай ма екен. Так. 71 бөлінген 12 неге тең екен көрейік алдымен. 71 бөлу 12. Ол бізде жоқ шамамен қараңыздар 5,916 екен. Ол бізде жоқ мәні. Енді дәл мәнін көрейік калькулятормен. 35 түбірасында 591 жоқ шамамен соған тең екен. Яғни дұрыс есептедік. Енді келесі. Бізде Б пункті. Қараңыздар, мұнда 25,175 дейді. Алдымен ақшамда болайық. 25,175. 25,175 басқаша қалай жазуға болады? Түбірдің астынан шығатындай. 25 и 0,175. Жоқ, мен ол жуықтау туралы айтып отқан жоқпын. Алдымен шамда болайық, ақшамдайық мынаны. Әлі біз есепті жуықтау туралы ештеңе айтып отқан жоқпыз. 25 көбейту неше бізде? 25,175 шығу үшін. 1,175? 1 бүтін жоқ. 1 бүтін неше болады? 0. 3. 1 бүтін 103-ті 25-ке өткенімізде 25,175 шығады. Жақсы. 25 түбірдің астынан шығып кетеді, 5 болады. Түбір астында 1,103. Сонда қараңыздар, біз мына өрнектің жуық мәнін табамыз. Функциямыз сонымен қандай болады? Бізде f от x-іміз қандай? 5 түбір астында x. Дұрыс, 5 түбір астында x. Енді мына x-імізді бөлейік. 1,103-ті қалай бөліп аламыз? 1 қосу 0,103. Дұрыс. Сонда бізде мұндағы x0-іміз не деп аламыз x0-ді? Біздің ыңғайлы сан ретінде. 1 деп. Дұрыс. Ал дельта x-ті кім деп аламыз? 103. Дұрыс, 0,103. Енді есептейік. Формулаға қоярдан бұрын алдын жазайық. Бізде сонда 5 көбейту түбір астында 1,103-тің жуық мәні тең екен. f от x0, яғни мына жердегі функцияға x0-ді қоямыз. 5 көбейтілген түбір астында 1. Қосылған. f штрих x0, айтпақшы, біз туындысында папыз ғой. f штрих x неге тең бізде? Мынаның туындысы. 5 бөлінген 2 түбір астында x, иә? Қазір. Енді осы туындыға x0-ді апарып қойық. Сонда болады. 5 бөлінген 2 түбір астында 1 көбейтілген дельта x. Яғни 0,103. Енді осыны есептейік. Қосылған. 5 бөлінген неше? 2. 5 бөлінген 2. 5 бөлінген 2-міз неге тең? Тура есептеп кетейік. 2,5. 2,5 көбейту дұрыс 0,103. Жақсы. Енді осыны есептейік.
2 бүтін оннан 5-те көбейтейік 0,103-ке тең болады мынау екен. Оған қосамыз 5-ті тең болады екен 5,75 екен. 5,75 жауабы. Сонда біздің өрнегіміздің мәні мына бастапқы 25,75-тің жуық шамамен тең екен 5,75-ке тең екен. Есеп аяқталды. Енді тексеріп көрейік калькулятормен расынан солай ма екен. Так, мынаны қараңыздар. 25,75-тің квадрат түбірасы қараңыздар. Жуық шамамен соған тең ба? Міне 5,07 арғы міне уже сәйкес келмейді.